Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Жұманғари мен Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов Қордай аудандағы Қарасу бақылау өткізу бекетінде болып, Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында бой көтеретін индустриалды сауда-логистикалық кешенін жоспар жобасымен танысты. Аталған нысанның салынуы арадағы делдалдардың санын азайтуға, тұтынушылар үшін өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және жеткізуге жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Аумақта қойма өндіріс ғимараттары мен жүктеу тиеу алаңдары орналасады. Ең жақын өндірушілер Қырғызстандағы Шу облысы мен Қазақстандағы Жамбыл облысының кәсіпорындары мен фермерлік шаруашылықтар, ал басты тұтынушылар Алматы, Бішкек және Тараз қалалары. Жаңа біз пост араладық, өздеріңіз көріп тұрсыз, бұлай жалпы жағдай жаман емес. Бірақ жоғары стандарт деп айта алмаймыз. Сол себепте ертең 2025 жылға дейін осы жерде халықаралық стандарттарға сәйкес сауда логистикалық орталық болады. Мұнда Қазақстанның, Қырғызстанның бизнесмендері өндірістер ашады, көкөністер өңдеу, басқалары да, мысалы, тігу, жаңағы елшіміз айтқандай, кабель шығарады дейді. Мына шетелден инвестор тұр, осында тоңазытқыш қойып, көкөністерді заморозка жасайын деп жатыр, ертең сату үшін. Әрине, бизнесқа қазір өте қызық мәселе болып жатыр. Индустриалды сауда-логистикалық кешен Қарасу және Ақтілек өткізу пункттерінде салынады. Жамбыл облысының әкімдігі құрылысқа аумағы 39 гектар жер телімін бөлді. Көлемі 100 гектар жер телімін қосымша бөлу туралы мәселе қарастырылуда. Сондай-ақ жаңа кешеннің қызметін реттеу туралы үкіметаралық келісім жобасы жасалған. Складское помещение жасауымыз керек. Ол біздің өңірімізге, Жамбыл облысына және Қазақстан Республикасына жаңа товар түрі және кіші өндірістерді алып келеді. Сондықтан бұл бастаманы Жамбыл облысы әкімдігі қолдай отырып, ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Қазір өздеріңіз көрдіңіздер, жердің аумағын көрдік, проектный компания бар, ары қарай қолдай отырып жұмысты бастаймыз. Ол біздің Жамбыл облысының сауда саласындағы ең үлкен кәсіпкерлерге көмек болатын болады. Кешен аумағында агроөнеркәсіптік өнімдер сақтау және өңдеу жоспарлануда. Бұдан бөлек индустриалды сауда-логистикалық кешен халықаралық тауар өндіру желілері жүйесінде өнеркәсіптік кооперацияны жүзеге асыратын болады. Логистикалық объектілер салынып, халықаралық тауар өткізу желілері жүйесіне одан әрі интеграцияланатын қызметтер құрылмақ. Жоба аясында Қарасу бақылау өткізу бекетінде жаңару жұмыстары жүзеге асады. Үлкен автотұрақ салу ісі биылдан қолға алынбақ. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жағаш, 77 News.